Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде 5 тал сәлемдеме келіп отыр. Ал шетінен ашып көрейік. Мына жағдықта 590 теңгелік сәлемдеме. Бұл қателеспесем кілтке қыстыратын құрылғы. 2 тал 590 теңге тұрады. Қазір бұны қалай істету керек, ашып көрейік. Енді бағасына жараса істеп тұр екен. Осындай құрылғы ысқырыққа істейтін. Бұлай өте көңіл қуантарлық. Екеуін алып қойайық. Келесі бұл 328 теңге тұрады екен. Алдын ала бұның бәрін жазып алғам жаңа. Мынадай көлікке арналған телефон номер жазып қоятын кішігірім пластмасс. Алтын түстес. Екі мынандай жабысатыны бар. Бұлай түрі әдемі. Бағасы 328 теңге екеуі. Өте әдемі. Ары қарай кетейік. 167 теңге тұратын бұл сәлемдеме. Қателеспесем сақина болу керек. Сақина мынадай бір қара темірден жасалған сақина. Қызық үшін алып көрген бұны. Ең кішкентай размері мынау. Неге түрі енді мықты көрінеді екен. 7 деген қателеспесем 17 деген ғой деймін біздің немен. 14 па әлде білмеймін. 160 теңгеге бұл сақина өте әдемі, өте керемет. Ары қарай 381 теңгелік тұратын бұл сәлемдеме. Бұл присутствие. Қазақша қалай айтатынын білмеймін. Бұл негізгі мақсат көліктің майысқан жерін шығару үшін. Неге бүйтіп ашылады екен? Тартып жабыстырады. Жерге сынап көрейік. Өте қатты жабысады деп айта алмаймын. Бір тартқанға өте әдемі. Екінші тартқанға болмай қалады. Өсіп тартып, көліктің майысқан жерлерін кішігірім жөндеу жасауға арналған. Бұның да бағасы жаңа айтып кеттім, 381 теңге тұрады. Сапасы әдемі. Ары қарай 214 теңге тұратын мынандай бір келесі сәлемдеме. Бұның ішінде екеуі 214 теңге тұрады. Екеуі. Бұл іші терең ыдыстарды жууға арналған мындай губка. Енді дәл сол тапсырыстағыдай емес, өйткені тапсырыста мына губка ұзын болу керек болатын. Осындай 2 тал 214 теңгелік сәлемдеме. Мына жері сәл шығыңқырап тұр екен. Бұл түбін жуғанға онша емес сияқты. Енді бұны жұмыс барысында көреміз. Бүгінше осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.